Hello students, how are you? Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып ағылшын тілі People's Book кітабындағы Treasure Maps тақырыбын өтетін боламыз. 36 және 37-ші беттеріңізді ашыңыздар. Exercise number 1, look at the map, answer the questions. Картаға қара және сұрақтарға жауап бер дейді. Яғни оқушылар олардың жауабын 36-шы бетте тұрған суреттерге қарап аттарын жазамыз. Мысалы, юрт деген бізді киіз үй біріншісіне жауап берген. Енді екіншісінен бастайық. In this lake, trees come out of the water. What's the name of the lake? Бұл көл дейді оқушылар, яғни ағаштар көлдің, яғни судың астынан өсіп тұрады дейді. Ол қандай көл дейді оқушылар? Ол бізде Lake қайынды болады, яғни қайынды көлі. Үшінші, what fruit comes from Kazakhstan? Қандай жеміс Қазақстаннан шығады, өседі? Ол бізде apple, алма. Төртінші, it shows the nest of a musical bird. What is it? Бұл аңыз құстың ұясын бейнелейді, яғни көрсетеді деген ол бізде оқушылар бәйтерек. Бәйтерек monument. Бәйтерек монументі. Бесінші, find a mountain that looks like a yurt. What is its name? Дейді оқушылар, яғни бұл юрт, яғни киіз үй сияқты тау дейді. Оның аты қандай? Ол бізде оқушылар Шерқала, Маңғыстау облысында орналасқан, Шерқала тауы. Келесі, it can sing. What is it? Don't choose a bird. Бұл ән шырқайды, ән шырқай алады. Яғни құсты таңдама дейді. Ол не дейді? Ол бізде оқушылар singing sand болады, яғни ән шырқайтын құм. Келесі, you can play this with your hands. What is it? Сен бұны қолдарыңмен ойнай аласың. Ол не? Ол бізде оқушылар әрине домбыра инструменті. Соңғы, this animal is on the Kazakh flag. What animal is it? Оқушылар бізде қазақтардың, яғни Қазақстанның туында бейнеленген құс. Ол қандай дейді? Әрине ол бізде eagle, бүркіт. Келесі екінші жаттығу, read and answer, write in your notebook. Оқушылар бізде берілген мәтінді оқимыз және астындағы сұрақтарға жауап береміз. Ендеше оқып аударайық. It was my 11th birthday on September 29. My friends and I had a treasure hunt in the park in front of my house. Яғни оқушылар былай деп тұр. Бұл менің 11 жасқа толып жатқан туған күнім дейді. Ол бізде қыркүйектің 29-ы дейді. Енді бірінші сұрақ осы жауапқа қатысты. Яғни бірінші сұрақ айтыр. When was his birthday? Оның туған күні қашан деп сұраған. His birthday on September 29 деп жазамыз. Яғни 29 қыркүйекте екен. Үшінші сұрақ бізде how old was she? Ол жасы нешеде? Оның жасы 11-де. He is 11 years old деп жазсаңыздар болады. Келесі сұрақ, where was the treasure hunt? It was in the park in front of his house деп жазамыз. Келесі бесінші сұрақ, how many children were there? Ол жерде қанша бала болды деген. Енді оқиық сөйлемді. There were 6 of us and we were pirates for the day. Бұл жерде оқушылар балалардың қазына іздегені жайлы және олардың неше бала болғаны жайлы сұраған. Ол бізде there were 6 of us деп тұр. There were 6 children деп жазамыз. Яғни бұл жерде оқушылар балалар пират болып бір күн ойнаған. Енді келесі сұрақта былай деп тұр. Where was the sandwiches? Сэндвичтер қайда болды деген. Бұл жерде жауап берген. The sandwiches were behind the tree. Яғни ағаштың артында болды деген сэндвичтер. Келесі сұрақ. Where were the drinks? Яғни сусындар қайда болды деген. Drinks were in a box opposite the table деп жазылып тұр. Яғни сусындар ол бізде неге қарама-қарсы қорапта болды дейді. Қораптың ішінде болды дейді. Яғни үстелге қарама-қарсы тұрған қораптың ішінде тұрды дейді. Келесі 8-ші. What was there under a big hat? It was on a chair under a big hat. Осылай жауап береміз оқушылар. Яғни бұл жерде сұрақ оқушылар үлкен қалпақтың астында не болды деген. Ол бізде оқушылар chair, яғни орындық болған екен. Осымен оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Goodbye, students.